Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз қалай? Қазір такси өтіп жүрмін, білесіздер. Мынау ескі алаң деп қояды ғой, Сәтбаев пен мына жағы желтоқсан, төмен қарап арғы жағы елбасы Назарбаевтың көшесінің ортасында. Енді алаң болған кезінде көтеріліс болып өзіміздің тәуелсіздігімізді аламыз деп басталған жер ғой. Енді тәуелсіздікті алып құрбан болғандардың Аллах тағала алдынан жарылқасын, жандары жәннатта болсын деп тілеймін. Енді ары өтіп, бері өтіп, мен тек осы районда жүргізеді меніңше, енді кіші білмеймін. Азында шағам осы районға жібереді. Қазір ауданға келсем, енді сотрудниктер толып жүр, әңгіменің ашығы. Формасы бар, формасы жоқ. Әр жерде спринтерлер тұр машинамен. Білмеймін, неғып олар тұр екен, же болмаса білмеймін, мүмкін қауіптеніп тұр ма, тағы бір деңге болып кете ма деп. Кезінде тәуелсіздікті, Қазақстан тәуелсіз мемлекет болуын қалаған осы жерден басталған ғой негізі. Бізді орыстар басқармасын, бізге қазақ басшы келсін деген мақсатпен. Жалпы сондай. Енді сіздерге бір-екі әлемдік ақпараттарды айта кетейін. Кім еді аты? Американың президентіне Дональд Трампқа Трамптың рейтингі түсіп, қазір 58% қана адам қолдап тұр екен. Қазір істеп жатқан жұмыстарына американецтер біз көңіліміз толмайды деп тұрады екен. Байқасаңыздар, олардың рейтингісін осы қателеспесем, енді күнде демесең де ай сайын шығарып тұрады. Қанша адам Трампты қолдап жатыр, қанша адам Трамптан теріс кетті деген сияқты. Одан кейін Еуроодақ пен Америка және де Украина, оның жанында Фридрих Мерц кім жанында болыпты? Кім еді аты? Зеленский жанында болып жиналысқа қатысқан. Ол жерде енді жер бөлу мәселесінде және де Украина НАТОға кіру-кірмеу мәселесіндегі келісімге әлі келе алмай жатыр екен. Донбасын беріңдер деп жатыр екен әлі де. Бірақ Зеленскийдің қалай айтсам, әскер деп айтсақшы, Зеленскийдің әскері айтыпты. Егер Зеленский болды Донбасыны беріңдер десе де, біз ол жерден кетпейміз. Бұл Донбасы қазір Донбасыдағы Украина әскерлері ең мықты шебі сол жерде болып тұр. Қазір ресейліктер сол жерде тежеп тұрмыз. Ресей Донбасының қателеспесем 77%-ын алып алған енді. Украина 33%-ын алып тұр екен, және де осы соғыс басталғалы бері 2022-ның 24 ақпанында басталды, қателеспесем. Сол кезден бастап Украинаның 22% жерінде қазір соғыс жүріп жатыр екен, Ресей басып алған жерінде. Одан кейін егер бұл соғыс аяқталмаса, Ресей Донбасын алу үшін 150 мың әскерін, енді аналитиктер бар ғой, енді Axios деген арна бар, NBC деген арна бар, тағы көп қой, соғысты зерттейтін арналар. Солардың айтуы бойынша кемінде Донбасын алу үшін тағы 3 жыл уақыт керек Ресейге депті. Енді кім өзінің жерін бергісі келеді деп ойлайсыздар? Енді жеріңе шабуыл жасалса қарап отырмайсың ғой. Олар да біздің тілмен айтқан кезде, олар да қазір 16-шы желтоқсан болып отыр. Сол кездегі оқиға болып отыр. Өздерінің жер үшін, ел үшін қалай айтсам екен, соғысып жатыр. Украина НАТОға кірмейсіңдер депті. Украина біз НАТОға кіреміз депті. Донбастан бас тартпаймыз депті. Бұл соғыс әлі жалғасатын сияқты. Және де Украинаның өзінің зерттеп жасаған суасты дроны барып, $400 миллион тұратын 400 миллион мен алдына машина кеп тұр ма, шығам деп тұр ма? 400 миллион тұратын суасты сүңгуір кемесін жойып жіберіпті дейді. Енді соғыс аны, соғыс мұны бітеді, әні бітеді, бітіп қалды, Ресей жеңіп жатыр екен, Украина жеңіп жатыр екен деген әңгімемен Фридрих Мерц деген бір сөйлепті. Ол айтады, егер ол алдында да айтқан еді, бұл соғыста
соғыс бүткенін біз де қалаймыз, бірақ Украинаның басымдылығымен оны бір Фридрих Мерц өзінің канцлер болып отырғаннан бастап айтқан сөздерді ол қазір осы жиналыста да айтыпты. Егер Ресей Украинадан өтіп кетсе, енді алдында кімге аты кім еді? Путинге сұрақ қойды ғой, Индияда жүрген кезде қателеспесем, сіз СССРді қайтып қалпына келтіргенді армандайсыз ба деген еді. Жоқ, оны мен армандамаймын деген екен. Оның алдында да Украинамен қақтығыс болмай жатқан кезде мынау вечерна Соловьев деген арнада да айтқан екен, 2000 қаншаншы жылы, 2007 ме екен, или одан 2010-ның арғы жақ бергі жағында айтқан екен, біз Украинаға шаппаймыз, Украина біздің бауырлас еліміз деген екен. 2022 жылдың 24 ақпанында басып кірді. Енді Фридрих Мерц айтады, бұл сөзге сүйену өте қауіпті. Егер осы келісімде Ресей басымдылықпен жеңіп Украина жерін алса, бұл жолмен тоқталмайды дейді. Бұл жолмен тоқталмайды. Бұл бұрынғы СССРдің құрамында болған елдердің барлығын өзіне тартып, бұрынғы СССРді қайтып орнына келтіргісі келіп жатыр. Және де Еуропаның картасын өзгерткісі келіп жатыр. Ол не деген сөз десеңіздер, Еуропаның ішінде де, қазір НАТОның ішінде де кезінде СССРдің құрамында болған мына финдер, және де сол Ресейге жақын орналасқан елдер кезінде СССРдің құрамында болған, соларды қайтып өздеріне тарту мүмкін дейді енді. Және де мынау аты кім еді? Зеленскийге сайлау өткіз деп жатыр ғой, сайлау өткізсек өткізейік, бірақ мынау аты не еді? Милиция келіп қалса бола ма? Өтіп кетті. Өткізсеңіздер өткіземіз, бірақ бізге бір кепілдік беріңіздер, 100 күн болмаса одан көп уақыт соғыс тоқтатайық, соғыс алаңында жүргендер өздеріне дауысын берсін деп айтқан еді. Украинада да бір портал бар екен. Қазіргі Украин халқы кімді Зеленскийді қолдай ма деген мақсатта сұрақ жауап жүргізген екен. 61% қате айтпасам, Украинаның Зеленскийдің қазіргі істеп жатқан жұмысына, өзінің жерін қорғап жатқан тірліктеріне риза екен және қолдаймыз деп айтыпты. Кеше мынандай бір әңгіме болып қалды. 15 жасар бала кеше қар жауып Алматы кеше әбір жетті сәл-сәл. Сонан бір заявка түсті, заказ барып тоқтасам, бір орыс бала 15 жаста екен, мамасы Украин, әкесі Азербайжан деді ма, же болмаса жоқ, тәжік деді ма. Вообще қырғыз, қазақ, өзбек емес, тағы бір ұлттар бар енді. Мен ұмытып қалдым. Или күрт демеді. Вообще бір ұлттың атын айтты, мұсылман, әкем мұсылман, мамам христиан деді. Сонымен енді сөйлеп қалған бала екен, жас бала, 15 жасамын деді. 15-тен төмен ол. Не жұмыс істейді, таксовать етесіз ба деді. Жоқ, мен YouTube каналым бар десем, қандай YouTube каналы? Политикалық бағытта десем. Орысша, енді білген орысшамды, ол да білген орысшасын айтып отыр. Қазақша білмеймін, украинша білмеймін, орысша сәл-сәл білемін дейді. Сонымен политикалық бағытта десем айтты ғой. Абайлап сөйлеңіз деді ғой. 15 жастағы бала айтып отыр. Абайлап сөйлеңіз, сіз бір сөзден қате кетсеңіз, сіз апарып қамап тастауы мүмкін деп. 15 жасар Украинаның баласы Қазақстанда не болып жатқанын біледі. Айттым мен, енді сөйлегенде сөйлеп жатыр. Дедім енді, не дейсің? 15 жасар қазақ емес, Украин әкесінен ұмытып қалдым. Қазақ емес әкесі, басқа ұлт екен, бірақ мұсылман еді әкем. Әкесі қайтыс болып кеткен. Мен акция алып сатамын десем, ютубым бар десем, тіркеліп қояйын да дейді. Ол политикалық бағытта десем, абайлаңыз деді. Деп қазақ емес 15 жасар баланың айтып отқан әңгімесі абайлап сөйлеңіз деп жатыр да. Мемлекетте қандай жағдай болып жатқанын біліп жатыр деген сияқты. Сіздер де біліп жатырсыздар, барлығымыз біліп жатыр, бірақ қай қауым өзін өзі өлкісі келсе, өзінен бастасын дейді ғой. Құдай ауызды берген, құлақты берген, көзді берген, көргеніңді, естігеніңді, жүрегіңде не шығып жатыр, соны сөйлеп айтыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Жақсы.